Қазіргі интернеттің заманы болғандықтан қоғамда барлығы дерлік оны пайдаланады. Түрлі әлеуметтік желілерде отыру, құжат толтыру, ақша аудару, осының барлығы интернет арқылы жүзеге асады. Интернеттің пайдасы мен зияны да бар. Ол интернет алаяқтық. Соңғы кездері банк тарапынан белгісіз аударымдар туралы хабарламалар мен өзінің банк қызметкерімін деп таныстыратын қоңырауларға алданып қалғандар көбейді. Мамандардың айтуынша әлеуметтік желі алаяқтары өте әккі және өте тәжірибелі психологтар болып келеді. Тек олардың әрқайсының техникасы әртүрлі болады екен. Сәтбаев қаласының полицейлері интернет алаяқтықтың алдын алу жұмыстарын жүйелі жүргізіп жатыр. Тәртіп сақшылары автокөлік ұрлықтарының алдын алу, қаржылық пирамиданың құрығына ілінбеу, OLX және Instagram сайтындағы алаяқтардың құрығына түсіп қалмауға шақырады. Интернет алаяқтық және алаяқтық қылмыстарды ашу тобының мәліметі бойынша қаламызда 2022 жылдың есебіне сәйкес 40-қа жуық интернет алаяқтық тіркелген. Ең төменгі баға миллионнан бастап 20 миллионға дейін шығынға ұшыраған. Айта кетейік, жалпы жергілікті полиция қызметкерлері тарапынан қала тұрғындарына бақ өкілдері арқылы интернет алаяқтық пен интернет ұрылардың жұмысқа әрекетінен сақ болу бойынша алдын алу шаралары өткізіліп жатыр. Алайда құқық қорғау органдарына күн сайын аталмыш іс бойынша келіп түсіп жатқан шағымдар саны азаяр емес. Алаяқтардың құрығына түспеу үшін не істеу керек? Сәтбаев қаласының тұрғындары қорғанудың амалдарын біле ме? Жасаған сауалнаманың нәтижесін көрейік. Маған айттым, сізге машина келіп тұрды. Сосын мен айттым, ай менің пенсиям 70 мың, қайдағы машина? Қой қараң, аулақ кеттім. Ай кеттеймізді қоя саламыз, бітті. Былай звондап не етеді, осындай сізге жандай неден Каспийден сізге ақша береміз, кредит аласыз ба деп. Мен оған келіспеймін, сенбеймін өйткені. Полиция тарапынан сіздің жұмыста Жүреді. Мектепте жұмыс істеп жүргенде айтады, сондай алданбаңыздар, сондай соткаға звондайды, бәлен нөмір звондайды, сол уақытта соткамен өйтіп хабарласпаңыздар, алданып қалуларыңыз мүмкін деп. Сәтбаев қаласының полиция бөлімінің мамандары ұрлықты ашқаннан гөрі алдын алған жеңілірек екенін ескертеді. Егер қылмыскердің құрбанына айналсаңыз, дереу полицияның 102 нөміріне хабарласқаныңыз абзал.